Пайғамбар саламға сол яһудилер келіп, ассалам алейка деген сөзі Пайғамбар салам алейкум деді. Ассалам деген сөз араб тілінде өлім тілеу деген сөз. Яғни олар пайғамбарға өлім болсын деді. Пайғамбар салам алейкум деді. Сендерге сол болсын деді. Сосын кейде соны үйретіп қойым керек те, біреулер салам алейкум дейді. Ассалам емес, дұрыстап айтса, қайда кетіп қалды? Соны балдарға үйретіп қойым керек. Салам алейкум емес. Ассаламу алейкум. Л бар да ол жерде. Өйткені сам деген қандай мағына береді екен? Өлім болсын деген сөз. Біреуге өлім тілесең, өзіңе де сондай болады. Хадисте келеді ғой. Сен біреуге бірдеңе айтсаң, екі періште келіп, амин, саған да сондай болсын деп тұрады деген. Яғни біреуге жақсылық ойласаң, саған да сол болсын дейді. Біреуге өлім тілесең, саған да сол болсын дейді. Біреуді қарғасаң, саған да сондай болсын дейді. Сол үшін мұсылман адам ондаймен айналыспайды. Мұсылман адам айтсақ жақсы сөз айтамыз, болмаса үндемейміз.